Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгін осындай ши борсақ дайындайтын боламыз. Отбасымызға, жақындарыңызға оны өте қатты ұнайды. Ол үшін алдымен содамызды, қантымызды, майымызды, айранымызды, суымызды және ұнымызды осылай дайындап аламыз. Одан кейін жаңағы дайындаған ұнымызға барлығын бірден салып, майымызды құйып, суымызды құйып, біріккенше видеодағындай біріктіретін боламыз. Осылай біріккеннен кейін оның бетін жауып қоямыз да, қамырымыз тыңғанша біз майды алдымен табамызға құйып, отқа қойып қоямыз. Одан кейін жаңағы тыңған нанымызды алып, осылай видеодағындай созып, кішкентай қылып, жіңішке қылып турайтын боламыз. Турағаннан кейін жаңа қызған майымызға осылай ши борсағымыздың қамырын салып пісіретін боламыз. Кепсерменен бір араластырып жүреміз де, одан кейін сарғайғанша күтеміз. Осылай видеодағындай араластырып тұрмасаңыздар, кейбір жақтары пісіп, кейбір жақтары піспей қалады. Және де күйіп кетеді. Осылай сарғайып шықты. Міне біздің ши борсақтарымыз. Оның майын сорғытып, кепсерменен өстіп алып, табағымызға саламыз. Менің ши борсақтарым дайын болды. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді және жақындарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.